Сәлем, құрметті оқырманым. Жарқын болашағыңызға қол жеткізу үшін қандай ісіңізді соңына дейін жеткізуге дайынсыз? Бүкіл адамдар жаңа жылға, жаңа айға жоспар құрып бастайды. Диета ұстайды, дүйсенбіден бастап өмір сүруді бастайды. Жақсы әдеттер қалыптастырады. Бірақ мәселе сол жақсы әдеттерді қалыптастырғанда емес. Табысқа жету сол финишқа келген кезде ғана анықталады. Кім соңына дейін жетеді, сол табысты болады. Кез келген істі соңына дейін жеткізудің екі әдісі бар. Білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіз, арнаға жазылып, видеоға лайк басыңыз. Бірінші, күш-жігеріңізді бойыңызға жинап, жаңағы істі соңына дейін жеткізуге шешім қабылдау. Екінші, бастаған ісіңізді ары қарай жалғастырудан бас тартуға шешім қабылдау. Шешім қабылдау бұл өте маңызды. Кез келген адамға бітпеген істердің тізімін жазып, соны қарап, түзетіп тұрған өте көп пайда келеді. Бұл нәрсеге біраз күш пен кішкене уақытыңыз кетеді. Бірақ ойлаңызшы, жасалған істің үстін сызғанда, галочка қойғанда рахаттанасыз ғой. Мен осы істі жасадым, бітірдім дегенде сондай рахаттанасыз. Кейін жаңа белестерді бағындыруға күш-жігеріңіз пайда болады. Біріншіден, кімге қарыз беру керек? Соны жазыңыз. Жарқын болашағыңызды құру үшін барлық қарыздарыңызды беріп құтылып тастаңыз. Ол ақша болуы мүмкін, кітап, белгілі бір зат болуы мүмкін. Екіншісі, кімді осы өмірде кешіру керексіз? Осыны міндетті түрде жасаңыз. Кешіріңіз. Сол адамға хабарласып айтасыз ба, жазбаша түрде жазасыз ба? Бірақ ішіңіздегіні шығарып кешіргенде сізде өте үлкен жеңілдік сезімі болады. Үшінші, кімге алғыс айту керексіз осы өмірде? Кім сізді осы өмірде әрқашан қолдайды? Сол адамға алғыс айтыңыз. Осы берген өміріңізге, жаратушыға алғыс айтыңыз. Жақындарыңызға алғыс айтыңыз. Негізі алғыс айтып үйренгеніңіз өзіңізге өте жақсы. Жақындарыңызға, туыстарыңызға, қызметкерлерге, әріптестеріңізге қандай жақсылық жасай аласыз? Олардың өмірін сәл болса да жақсарту үшін не жасай аласыз? Соны жасаңыз. Кімге сөз беріп, бірақ сөзіңізде тұрмадыңыз? Әлі кеш емес, қолға алып жасаңыз. Осыларды жасап болған соң, келесі бетке тапсырмаларды жазыңыз. Соңғы 12 айда жасау керек іс-әрекеттерді. Ең кішкентайынан бастап үлкендеріне дейін барлығын тізіп жазыңыз. Кейін арасында жасалған тапсырмалар болса, сызып тастайсыз. Жасалмағандары қалады. Соларды мұқият қарап, әрбіреуіне тоқталып, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Осыны мен жасауым керек пе? Әлде жасаудан бас тартуыма болады ма? Негізі көп істі жасаудың мүлде қажеті жоқ. Мүмкін сіздің тізімде сондай тапсырмалар бар шығар. Бұл деген сіздің арман мақсаттарыңызға жетелейтін емес. Керісінше басқа жаққа жіберетін, басқа адамдардың қалауларын орындайтын тапсырмалар болуы мүмкін. Істі жасауға қиналып, Құдай-ай, осыны жасаймын ба деген ойлар келсе, онда қорықпай сыза беріңіз. Бұндай істерді, тапсырмаларды жасаудан бас тартсаңыз болады. Көп адам маған қазір қайшы келетін шығар мүмкін. Бірақ айтыңызшы, сіздің қанша өміріңіз қалды? Мәңгі өмір сүретіңізге, немесе ұзақ өмір сүретіңізге сенімдісіңіз ба? Гарантияңыз бар ма? Жауабыңыз жоқ болса, қалған өміріміздің алтын уақыттарын, шектеулі минуттарын рахаттанып өмір сүруге, арман мақсаттарымызды орындауға арнайықшы. Шынымен де өзіңізге құнды, нағыз сізге ұнайтын, қалайтын арман мақсаттарыңызға, істерге, тапсырмаларға орын босатыңыз. Адамдар өте жалқау. Олар анализ тұрмақ жазуға да ерінеді, дайындалмайды, соңына дейін жасамай қоя салады. Бірақ осы үшін қанша көп берекеттен айырылып қалатынын сезбейді де. Әдеттегідей миды ойлатпай жасай салу оңай. Бірақ басынан бастап дұрыс ойланып шешім қабылдаса, өзіңізді бірнеше есе пайдалы болар едіңіз өзіңізге. Сондықтан бүгін сол керемет сәт туып тұр. Әрдайым кейінге қалдырып жүрген істеріңізді жасауға кез келді. Дәрігерге барыңыз, фитнес-клубқа жазылыңыз, көлік айдап үйренуге жазылыңыз, шет тілін оқып бастаңыз. Не үшін сізге осы жоспарларды жүк қылып, иығыңызда көтеріп жүру керек? Дәл қазір бастаңыз. Осы жылға жиналып қалған істерді жазып, әрбіреуін талдаңыз. Егер сіз
өзіңізге маза бермейтін істерді жасауды әдетке айналдырсаңыз, онда күш-қуатыңыз да энергияңызды құр босқа ойларға кетірмейтін боласыз, фокусыңызды құртып алмайтын боласыз. Сіз өте көп энергия мен қуанышты сезінетін боласыз. Өзіңізге риза боласыз. Сізде дәл қазір 2 жол бар. Әлде сіз кедергілерден өтіп, жарып шығасыз, өміріңіздің мықты фундаментін жасайсыз, немесе сол бұрынғы өміріңізді қаз қалпында, бұрынғыдай ешқандай өзгеріссіз сүретін боласыз. Басқа жеңіске жеткен, табысқа жеткен адамдарға қарап, жете алмай, соларға қараумен өтесіз. Себебі табысты адамдар әрқашан өз-өздерімен жұмыс жасайды. Барлық тапсырманы орындап, алға қарай кете береді. Шешім қабылдайтын өзіңіз, оқырманым. Мен сізге сенемін. Сіз өзіңізге сенбесеңіз де, мен сізге сенемін. Сондықтан видеоны тек қана қарап қоймай, әрекет етіп, жеңіске жетіңіз. Соны мен сізге шын жүректен тілеймін. Құрметті оқырманым, видеом сізге ұнаса лайк басыңыз, қоңыраушаны басып, каналыма жазыла кетіңіз. Ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде оқимын. Келесі кездескенше күн жақсы болсын ағайын.